Достар, бүгін ерекше дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 үлкен картоп, яғни картопымызға ыстық суды құйып, суда піскенше қайнатамыз. Картоп піскенше бізге 150 грамм капуста, яғни капустаны майдалап турайсыздар. Үстіне 500 грамм фаршыңызды қосасыз, 2 тіс чесногыңызды майдалап турап қосасыз, және де бір үлкен пиязды үлкен крупный теркадан өткізіп саласыздар. Көк шөп, петрушка қалағандарыңыздың, өзіңіздің по вкусу дейді, қалағаныңызша қоссаңыз болады. Мен тағы да базилик қосып жібердім. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрышымды қостым. Бұның барлығын өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыздар да болады, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Және де міндетті түрде 3 ас қасық сұйық майыңызды құясыз. Осы фарштың үстіне 3 ас қасық майды құйып болғаннан кейін үстіне тағы да 3 ас қасық ұнды қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 2 жұмыртқаңызды қосасыз да, тағы да араластырып шығасыздар. Енді духовкаға листіңізге май жақсаңыз да болады, осындай лист төсесеңіз де болады да. Фаршты осындай үлкен котлет қып дайындап, видеодағыдай дайындап аласыздар. Енді осылай котлет жасап болғаннан кейін видеодағыдай қолыңызбен котлеттердің ортасынан осындай кішкене ғана ойық дайындап аласыздар. Және де осы фарштың өзін 180 градуста 30 минут пісіріп аласыз. Фаршыңыз піскенше енді 5 штук картопыңыз піскен болып шығады. Сол картоптың үстіне 3 ас қасық сүтіңізді қосып, пюре жасап езесіз. 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық бұрышыңызды, 50 грамм сырыңызды үлкен теркадан өткізіп, барлығын тағы да жақсылап араластырып шығасыздар. Енді осы картопыңыздан да бірдей қылып котлеттер дайындап шығасыздар. Енді томатный соус дайындайық. Бұл жерде рецепт бойынша негізінде 2 ас қасық томат қосу керек делінген, және де 1,5 стакан су құйылу керек деген. Бірақ 1 ас қасық томат қоссаңыздар сіздерге жеткілікті, томаттың дәмі қатты шығып кетеді екен қыздар. Енді духовкадан піскен, жартылай піскен, 30 минут піскен фарштың үстіне дайындаған картопты котлеттеріңізді қойып шығасыздар. Және де жаңағы дайындаған томатты соусымызды дәл картоптардың үстінен құйып шығасыздар. Осы томатты соусқа 1 ас қасық томат қоссаңыздар жеткілікті қыздар. Және де енді 100 грамм сыр керек болады сіздерге. Осы картоптың бетіне қоюға 100 грамм сырыңызды крупный теркадан өткізіп, бетіне мен сияқты бірден қойсаңыздар да болады. Бірақ тамда кейінірек пісуге 5 минут, 10 минут қалған кезде осылай бетіне сеуіп шықсаңыздар да жақсы езіліп шығады. Көп пісіп кетеді екен, алдын ала осылай салсаңыздар. Мінекей қыздар, тамағымыз дайын болды. Ерекше кешкі ас болды, өте дәмді болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте көп зат керек болмайды. Картошкамен, жаңағы капустамен бір үнемді, дәмді кешкі ас шықты деп айтсам да болады сіздерге. Міндетті түрде каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қандай рецептілермен бөліскенімді қалаған болсаңыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.